Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Мына стоматология су, канализация, ауа жүргізу үшін келген едім. Мына жерде чистовой бітіп қойғаннан кейін канализация тарту, мына жақтан ұзақ уклон келмейтін болғаннан кейін алмазный сверление шақырдық. Мына потолоктан тесіп бірінші этажға трубаны түсіріп жіберу керек тұр. Бірінші этажда умывальник бар, соның канализацияны жалғап жіберу үшін. Осындай жабық кездерде, жабылып кеткен, чистовой бітіп кеткен кезде, ұмытылып кеткен кезде, мысалға тесуді ұмытып кетесіздер. Қазір котельныйға да моржа шығу үшін подвалдан, бетоннан тесік жасау керек. Димоход болмаса да димоходқа алмазный сверление шақыру керек болады. Келесі мына жерде басқа жағдай. Гипсокартонщик бөлмені бөлген кезде астында отоплениенің трубасын бурменен тесіп алған, соны қайта пайкелеу жұмыстары. Мына жерде аппараттың алмазный сверлениенің аппаратын өкшесін ұстату керек. Мына жерге анкер қағып, соны тесіп жатыр қазір. Аппаратты полға бекітіп қояды да. Сонан кейін қалаған жерінде өлшеп алдық, сол тесікті тесе береді. Егерде димоход қоймасаңыздар да котельныйға, мысалға бетоннан подвалда, фундаментте канализацияға тесік ұмытып кетсеңіздер де, подушка қиылған жағдайда осындай алмазный сверление аппаратқа жүгінуге тура келеді. Тесігі 10 мың теңгеден басталады екен. Мына жер 25 сантиметр болады екен. Ұстап тұратын полға қатырады бір анкерді. Сонымен тесетін тесіктің ортасы 25 сантиметр. Одан кейін кафельдің бетін сырып тастамасын деп мына фанерге отырғыздық. Мындай өзінің бір болтын қойып, бетін гайкамен қысып тастайды қазір. Кафельдің бетін дірілменен сырып тастамасын деп мына жерге фанер қойып жатқан. Гайкамен ұстатып жатыр неке. Қазір бастайды бұйыртса. Егер хабарласам десеңіздер, телефон нөмірін қалдырам қазір видео аяғына. Алматы қаласы бойынша, облыс бойынша көлігі бар екен, жылдам келе қалды, шақырғанда. Алдағы уақытта сақтап қойдым. Бұрын біреуін сақтап қойған едім, телефон нөмірін. Сол нөмір таппай қалған соң OLX арқылы таптық. Осылайынан тесіп береді. Мына жерде бізде 25 сантиметр плита-перекрита, оның бетінде стяжкасы бар. Соның бәрін тесіп берді. Бірінші этажға түсіру керек болып жатыр. Мына жерге бір стол құрылатын болды. Бұл жаққа стоматологияның уклонын келтірейін десек, канализациясының алыс болып кетті, өте жоғары көтеріліп кететін болды. Ана аппарат полда тұру керек негізі. Канализация ағып кететін. Жағы су менен түсемдеуге барған кезде. Түсемдеуге барғанда көріп жүрген шығарсыздар, су менен жуады. Мына жерде тесіп жатыр бетонды. Мына аппараттың 4 бұрышты түсу керек. Жақсы, білмесеңіздер, біліп жүріңіздер дегенен ойменен телефон нөмірін қалдырып, сіздерге осындай көмекші бар екен ескертейін деп, алдағы мынау сонымен басып отырады. Су арқылы су құйып отырады ар жағынан. Су кашеттеп отырып теседі, болмаса бетонды ала алмайды. Су арқылы жеңіл болады екен, алмазда желінбейді екен басындағы. Білмейтін кісілер біліп жүріңіздер мінекей. Ар жаққа дейін тесіп өтті 30 сантиметр. Кейбіреулер сантиметрге келсет, ал бұл кісі круглый 10 мың теңге берді. Тағы да келесі бір ұсталардың жұмысымен таныс болыңыздар. Мына үйдің сыртына пеноплекс қаптап, онан кейін сетка тартып, онан кейін зонтикпенен, сосын клей тартып, сыртына дождик тартып жүрсек, қазір мынадай жеңіл түрі 3 в 1 деген шығыпты. Сырты чистовой болып тұра қалады, тас, іші пенопласт. Оны қабырғаға, бетонға нагельмен отырғызып шығады. Көріп бағасын беріңіздер. Үйдің сыртын қаптайым деп жүрсеңіздер, мінекей. Директоратпен ұстатып қойған, іші пенопласт, сырты тас. Мінекей, мына отырған бір кусогы, негізі 60-ға 30. Шеттеріне келген кезде кесіп салады енді. Остатықтар қалады. Мына ортада неге бірінші этаж мен екінші этаждың ортасына колонна жібереді екен, адай сыртына сәндік үшін. Мінекей, көрдіңіздер ме? Одан кейін қазір телефон нөмірін қалдыратын болам. Бұл кісілерді
үйдің сыртын қаптатам деп жүрсеңіздер, үйдің бір этаж, екі этажына қарай бағас шығарып береді екен, есептеп, жұмыстың ауырлығына, қиындығына қарай, жеңілдігіне қарай бағас шығады екен. Арасына герметик жағады екен, өзінің арнайы герметигі бар екен. Қазір көрсететін болам, оны да. Мінекей, қарап жіберіңіздер. Клей бар екен, жаңбыр өтпейді. Сыртынан қалаған светке бояп алсаңыздар болады. Жұмыстың біткен уақытында тағы көрсететін болады. Мына бұрыштарға колонна түседі. Колоннамен жабылып кетеді. Сыртына қазір бөлмелердің ішінде тұр. Әкеп қойған материалдардың бәрін. Мінекей алдыңғы жағы қабырғаны бітірген, енді жанын бітіріп жатыр. Жаңа екінші этажда алмазный сверление болып жатқан осы здание. Есіктің айналасына, терезенің айналасына мынадай сәндік үшін жақсылап қосымша қояды. Сонда клей тартып шығады ана откостарға. Қазір мінекей 60-ға 30 екі делекторат бекітіп қойған, жоғарыға асып қояды да. Бірінің үстіне бірін өребенмен жіп тартып қойып кете береді деп соғып. Мінекей екі орталарына жағады. Мына жағы біткен. Ортада бірінші этаж, екінші этаж бөліп тұрған жерге де жіберіп қойған. Мінекей мына бұрыштарға колонна түседі. Колоннаның да материалдарын көрсетемін қазір. Бұл жігіттердің нөмірі бар. Алматы қаласы облыс бойынша полный жұмыс істейміз деді. Телефон нөмірі көрсететін боламын. Үйдің сыртын қаптаймын, немен қаптаймын деп ойланып жүрсеңіздер, осы материалға қаптасаңыздар болады. Мінекей. Мына жағы тас, іші пенопласт. Сыртын қалаған светке бояй бересіздер. Эмульсия, тағы не? Краска, неше түрлі. Мынау колонналар жағы. Мынау бірінші этаж, екінші этаждың ортасына қойылатын. Біткеннен кейінгі видеосын тағы бір көрсететін болам. Қандай светке шығып отқан, краскілеп отқан. Төменгі бір-екі қатарда немен ұстатып жібереді екен. Пенасымен арнайы өзінің. Пеноклей. Бұнымен қосылған нәрсе шықпайды, ажырамайды. Мінекей, өткен жұмысты бітіріп, қазір колонналарында қойып қойған. Краска жүріп жатыр, валикпен осылайынан жүріп шығады. Мына жерден молочный свет дейді ғой. Ашық сары светке бояп жатыр. Мына алды краскіленбеген кезі, жаны краскіленген. Есіктердің жиектерін бәріне қойып шыққан. Әдемі болып тұр неге. Мындай жиектерге клей тартып шығады екен. Арнайы клей тартып откос шығарады екен. Соныменен тегіс болып тұрған бітіріп қойғандарын да көрсететін боламын. Қазір жақындатып мінекей. Теп-тегіс, жарылмайды, су өтпейді. Үйдің іші көгермеу үшін бетонның тұстары. Бір жағынан сырты да жақсы сәнді болып тұру үшін осындай приводный материал шығып жатыр қазір. Әртүрлі узорда. Кішкентай кірпіштің узорында да бар, үлкен размердегі де бар. Фундаментті қаптайтын да бар екен. Мына жерде бітіп тұрған клей тартып қойған, откосқа полный. Лайк басып пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Дұрыс па, дұрыс емес па, қаптаған кісілер бар ма?